Сәлем баршаңызға, бәріңізге де сәттілік тілеймін. Еліміздің жұртымыз аман болғай. Бүгін сіздермен қазы айналдыру жолдарымен немесе қазы айналдыру құпиясы, қазы айналдырудың ең оңай әдісімен бөліскім келіп отыр. Міне жылқының бір аяғын алдық, бір аяқты алты қазы шығады. Қабырғасын бөлек сылып алып тастайды да қазысын қалдырады. 6 бөлікке бөлеміз ұзыннан. Бас жағында еті болады, аяқ жағында май болады. Солай 6 бөлікке ұзыннан пышақтың көмегімен бөліп, ваннаға тұздап қоямыз. Тұздап, чесноктап, бұрыштап, кензі салып. Әркім енді өзінің салғысы келетін приправаларын салуға болады. Осылай 3 күн чесноктап, тұздап қоямыз. 3 күн ваннаның ішінде тұрады. Мен 1 күннен кейін астын үстіне аударып қойдым. Міне 3 күн өтті, енді қазымызды айналдыра бастадық. Міне шегімізді мен жақсылап жуып алдым. Минерал суға жудым, еще тұзды суға жудық, картошкамен тазарттым, қайта тұзды суға жудым. Минерал суға батырып қойдым 1 күн даже. Шегімді ақтығында әйтеуір тұзды суға батырып қойдым. Неге десең, бұл үлкен жылқының шегі кішкентай емес. Үріп қоюдың қажеті жоқ. Міне жас малдық болса, кішкентай болса, онда жас малдың шектері кішкентай болса, онда үріп кептіріп қояды. Сосын барып айналдырады. Міне көріп тұрсыздар, чесноктың иісі мұрынды жарады. Үйге кіргенде қазының иісі шығып тұр, қыздар, анасыңдар ма? Керемет, міне бір ет бір май. Бәрімізге де соғымыз сүйкімді болсын, қайырымен берсін. Міне осылай 1-1 метрден кесіп 6 қазы шығатын етіп, етімді де сол шамалап 6 қазы шығу керек, соған шамалап отырғаным. Міне осылай ет май араластырып сөйтіп салдық. Арасына чесноктан салып беруге болады, қыздар. Өте күшті, міне керемет. Жақсы семіз қазы. Міне осы видеоны достарыңызға, көрші-көлемдеріңізге таратып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Бәріңізге де соғымдарыңыз сүйкімді болсын. Келесі кездескенше, міне 6 қазы шықты менде. Міне осы қазыны айналдырып болғаннан кейін 2 шетін осылай байлаймыз жіппен. Өте қатты тығыз алған жоғым, кішкене боста болған жақсы. Атта пісіргенде жарылып кетеді, тығыз болса. Етті тығыз салмай, кішкене боста болған жақсы. Енді осылай қойдым мен. Осылай апарымда ыдыстарға салып қойдым. Екінші күні екінші жақ бетін аудардым. Содан кейін жайдым. Жайып іліп қойдым салқын жерге. Сенеге. Міне кеуіп қалды қазым менің. Кәдімгі сүрет сияқты кеуіп қалды. 3 күннен кейін кепті. Енді мен оны холодильникке салып қойдым. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.